Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін менің каналымды көріп отырған барша қыз-келіншектерді көктемнің алғашқы мейрамы 8 наурызбен құттықтаймын. Бүгін сіздермен үй жағдайында ешқандай сливкисіз, творожный сырсыз, оңай торт жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға, біздің ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Жұмыртқамызды және де қантымызды кезек-кезекпен бөліп сала отырып миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз біршама көтеріліп, аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Біздің бисквитіміздің биік болып көтерілуі осы массаның аппақ болып көпіргенше көтерілгеніне байланысты болып келеді. Бисквит жасай алмаймын және де менің бисквитім көтерілмей қалады деген қыздар міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Сіздерде осындай биік бисквит шығатын болады. Жұмыртқалы массамызды кемінде 6-7 минут араластырып аламыз. Біздің массамыз осылайынша аппақ болып көпіріп көтеріледі. Содан соң майымызды және де бөлме температурасындағы суымызды салып, тағы да кішкене ғана араластырамыз. Содан соң какаомызды салып, тағы да кішкене араластырамыз. Ұзақ араластырмаймыз. Және де құрғақ ингредиенттеріміз ұн мен разрыхлителді бөлек араластырамыз. Содан соң жаңағы массамыздың үстіне 2-ге бөліп салып миксерлейтін боламыз. Көп миксерлемейміз, біркелкі етіп араласып алса, ары қарай лопаткамен араластыратын боламыз. Міндетті түрде бисквит жасаған кезде лопаткамен астынан үстіне қарай бір бағытта араластырып отыратын боламыз. Мінекей қыздар, біздің массамызды осылай лопаткамен араластырамыз. Барлығы біркелкі болып, ешқандай түйір қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Содан соң 22 сантиметрлік ыдысымызды, формамызды алып, үстіне құйып аламыз. Астынан кішкене осылай біркелкі болғанша ұрғылап аламыз. Содан соң міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Әзірге біз кремімізді дайындайтын боламыз. Ешқандай сливкисіз, творожный сырсыз, үйдегі бар затпен қолжетімді крем жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, содан соң қантымызды және де ванилин, кукурузный крахмалымызды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Барлығын араластырып алғаннан соң сүтімізді құямыз. Сүт қатты салқын болса да бола береді. Қатты ыстық сүт керек емес. Барлығын біркелкі етіп араластырып, газге қойып, астын қатты қойып, араластырып отырып қайнатамыз. Креміміз қайнағаннан соң газдың астын ең жай отына қойып, осылайынан араластырып отырамыз. Қыздар міндетті түрде тоқтамай араластырып отырамыз, әйтпесе біздің креміміз күйіп кетуі мүмкін. Осылайша кішкене уақыт араластырып аламыз, бір 3-4 минуттай араластырамыз. Содан соң массамыздың үстінде бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Массамыздың үстіне майды салғаннан соң 1 минуттың көлемінде араластырамыз, тоқтамай араластырамыз, қыздар. Содан соң дайын болған кремімізді бөлек ыдысқа құйып аламыз. Ыдысқа құйып жатқан кезде мынандай сұйық сияқты көрініп тұр. Негізінде бұл бұлай сұйық болып тұрған жоқ, кішкене қоюлау болып шығады. Содан соң жаңағы креміміздің бетін пакетпен осылайынан бетіне тигізіп жабамыз. Ешқандай ауа кіріп тұрмауы қажет. Солайша 1-1,5 сағатқа бөлме температурасына суыға қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында біздің бисквитіміз де пісіп дайын болды. Бисквитімізді пештен алғаннан соң осылай ыстық күйінде формасына шешіп аламыз. Абайлап шесіңіздер, жан-жағын осылай пышақтың көмегімен ашып аламыз. Содан соң осы ыстық болып тұрған күйінде сыртынан пищевой пленкамен орап, холодильникке салып қоятын боламыз. Сол кезде біздің бисквитіміз кескен кезде сынбай, әдемі болып кесілетін болады. Бисквитімізді осылай 2 сағаттай суытып аламыз. Содан соң пакетінен шешіп аламыз.
Бізде бисквит осылай көтеріліп, жұп-жұмсақ болып шығады. Қыздар, бисквитім дұрыс шықпайды деген қыздар міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерде шығатыны сөзсіз. Өзіңізге керек бөлікке бөліп аласыз, 3 бөлікке немесе 4 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Қыздар, менің тортты жинап жатқан кезімде камера қосылмай қалған екен, ол жерлері түспей қалыпты. Мен уже жинап бітуге жақындағанда ғана байқадым. Осылайша кремдеріңізді барлық жеріне жеткілікті етіп жайып шығасыздар, арасының барлығына біркелкі етіп жағып шығамыз. Кремді арнайы пакетке салып, неше түрлі формалармен жақсаңыздар да болады. Қыздар, бұл креммен кез келген тортты жасай бересіздер, кез келген формамен, насадкалармен де құйып жасай бересіздер. Тек қана сіздер бұл кремді жасағаннан соң бөлме температурасында жақсылап суы қажет. Барлық кремімізді осылай біркелкі етіп жағып алғаннан соң негізінде холодильникке осылай тортымызды пищевой пленкамен орап, холодильникке кемінде 1 сағатқа суытып алсаңыздар, сол кезде сіздердің осылай бетіне шоколад құйып сәндейтін болсаңыздар да кремдеріңіз осылайнан жағылып қалмайды. Менде асығыс болғандықтан, тезірек жасау керек болғандықтан сразу шоколадымды құйдым. Өйткені шоколад құйып болғаннан соң да 1 сағаттай холодильникте тұру қажет болды. Сол үшін егерде сіздің уақытыңыз тығыз болмаса, кремді жағып болғаннан соң міндетті түрде холодильникке 1 сағатқа ұстап алыңыз. Содан соң ғана шоколадыңызды құйсаңыз, шоколадыңыз қанық болып түсетін болады. Мінекей қыздар, біздің тортымыз дайын. Осылайша өз қалауыңызша кез келген нәрселермен сәндесеңіздер болады. Тортымызды өзіңіздің қалауыңызша кез келген нәрсемен сәндеңіз, өте дәмді әрі нәзік, жұмсақ болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге ұнайды деген сенімдемін. Кез келген мейрамда, қонақ шақырғанда өте оңай, тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.